Бақыт іздеушілер. Ертеде бір бай болыпты. Байдың 3 баласы болыпты. Бір заманда бұл байдың шаруасы кеміп азая бастайды. Күннен күнге күн көріс қиындап бара жатқан соң, байдың 3 баласы ақылдасып, кәсіп етуге шығады. Үлкен баласы айтады: "Мен Астраханьға барып, балық кәсібін етемін" дейді. Ортаншы баласы айтады: "Тұзда кәсіп көп, мен сонда барамын" дейді. Сонда тұрып, ең кіші баласы айтады: "Қайда барсаң да бақытсыз болмайды, мен бақыт іздеймін" дейді. Айтқандарындай үлкен баласы Астраханьға, ортаншысы тұзға, кіші баласы бақыт іздеп шықса, алдынан бір піл тап болып, баладан "Қайда барасың?" деп сұрайды. Сонда тұрып жігіт: "Мен бақыт іздеп жүрген жанмын" дейді. "Егер де сен бақытты тапсаң, менің басым қатты ауырады. Соның емі не екенін соны сұрай келші" депті піл. Жігіт жарайды деп жүріп кетеді. Келе жатса, оған бір теректің түбіне жылап отырған шал тап болады. Жігіт: "О, не қылған жансың деп жылайсың? Неге жылайсың?" дейді. Сонда шал айтады: "Мен де не заманнан бері бұл терекпен күн көріп келе жатыр едім. Қазір терегім қурап, жапырағы түсіп, жеміс беруден қалды. Мен соған жылап отырмын. Ал өзің қайда барасың?" дейді жігітке. Жігіт: "Мен бақыт іздеп барамын" дейді. Сонда шал жігітке айтады: "Егер де сен бақытты тапсаң, не себептен менің бұл терегім жеміс бермей қалды екен? Соны сұрашы" дейді. "Жарайды, сұрайын" деп жігіт шалдан шығып, бір патшаның үйіне келеді. Амандасып болған соң, патша ол жігіттен: "Не қылып жүрген адамсың, қайда барасың?" деп сұрайды. Жігіт: "Мен бақыт іздеп жүрген жанмын" дейді. Сонда жігітке патша: "Егер де сен бақытты тапсаң, не себепті мен сонша бай болсам да, қаншама әскерім болса да, соғыстан патшаларын жеңіліп қала беремін? Соны сұрашы" дейді. Жігіт патшаның үйінен шығып, көп жүріп шаршап шалдығып, бір таудың түбіне келіп, дем алайын деп жатып ұйықтап қалады. Бір уақытта жігіт басын көтеріп қараса, бір ақ киімді, ақ шалмалы кісі оятып тұр екен. Жігіт кісіден: "Не қылған жансың, саған не керек?" дейді. Сонда ақ шалмалы кісі жігітке: "Мен сені іздеп жүрген бақытпын, үйіне қайт, барған соң тілегіңді беремін" дейді жігітке. "Қайтайын, бірақ біреулердің маған тапсырмасын аманаттары бар еді, соны қайтемін" дейді. "Ол қандай аманат еді?" дейді кісі. "Мен сізді іздеп келе жатқанда маған бір піл тап болып, басым қатты ауырады, соған не ем екен, соны сізден сұрай кел" деп еді. Бір шал бір терек жемісінен күн көріп жүреді екен. Қазір сол шалдың ағашы жемісін беруден қалыпты. Сол не себептен екен, соны сұрап біл деп еді. Олардан басқа піл: "Бір патша, күшті бай, көп әскерім бола тұрып, соғысқан патшаларымдан жеңіле беремін. Соның себебін сұра" дейді жігіт. Сонда тұрып ақ киімді, ақ шалмалы кісі жігітке айтады: "Пілдің емі сол елдегі ең тентек кісінің миын жесін, содан жазылады. Шалдың ағашының емі: ол ағаштың түбіне бір өгіз толып алтын бар. Сол алтынға алып орнына топырақ толтырсын, сонда ағашы жеміс береді. Енді патшаның емі: ол патша өзі асыл патша екен, бірақ сондай бай әрі күшті болса да,
ол еркек патшалар мен соғысқанда әйелдігі себепті жеңіліп қалады екен. Ол байға тисе, жер үстінде онан күшті патша болмайды дейді. Бұл аманаттарының бәрін біліп жігіт үйіне қайтады. Жолда ол жігіт патшаға келеді. Патша жігітті тіпті ұмытып кеткен екен. Сен кімсің дейді үйіне кіріп келгенде. Сонда жігіт айтады, мен бақыт іздеп бара жатқанымда сіздің үйде болып едім. Сонда сіздің маған тапсырған бір аманатыңыз бар еді. Соны айтуға келіп едім дейді. Тек сонда ғана патшаның ойына түсіп жігіттен сұрайды. Жә, маған не хабар айтасыз дейді. Жігіт патшаға айтады, сіз бақыт байға тисін, тағын күйеуіне берсін дейді. Егер де болмай ма? Егер де сіз сол айтқандарымды істесеңіз, бұл дүниеде сізден күшті патша болмайды дейді. Сонда патша жігітке, мен саған тиейін, тағымды берейін, сен маған бай бол дейді. Жоқ, мен ауылыма қайтам, маған бақыт үйге қайтуға қосты дейді жігіт. Сөйтіп жігіт патшалықты алмай келе жатса, жолда баяғы шалға тап болады. Шал жігітті көргеннен ақ танып, жә, бақытты таптың ба? Менің ағашыма не себепті жеміс шықпайтын екенін сұрадың ба дейді. Сонда жігіт айтады, бақытты таптым, ол маған айтты, ағаштың түбінде бір өгіз тұлып алтын бар екен, соны алып орнына топырақ салса, ағаштың жеміс береді дейді. Мұны естіген шал қуанып жігітке, шырақ, кел, сен маған сол алтынның алуға болыс дейді. Жігіт шалға болысты дейді. Сөйтіп жігіт патшалықты алмай, өгіз тұлыпты алтынды алмай, үйіне қайтып келе жатса, баяғы піл тап болады. Піл жігітті танып, жә, бақытты көрдің бе? Ол менің басымның ауырғанына не ем жасауға қосты дейді. Жігіт пілге айтады, сенің басыңның ауырғаны елдегі ең тентек кісінің мейін жесең жазылады дейді. Сонда піл біраз ойланып тұрып жігіттен, жә, сенің өзіңе не дейді? Жігіт пілге, маған бақыт үйіне қайт, барғасын не тілесең де беремін дейді. Сол себепті жолда патша болмай, өгіз тұлып алтынды алмай келе жатырмын дейді. Сонда тұрып піл жігітке, түсіндім, сені бақыт сынау үшін жіберген екен, сен сорлы оған түсінбей келе жатыр екенсің. Неге патша болмадың, неге өгіз тұлып алтынды алмадың? Мен сірә елден сенен тентекті таба алмаспын деп, сол жігіттің миын алып, жеп жазылып, піл бай болып, барша мұратына жеткен екен.